16 желтоқсан 1986 жылы КСРО басшылығы Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевты қызметінен алып, оның орнына Қазақстанға бұрын белгісіз Геннадий Колбинді тағайындады. Бұл шешім қазақ халқының ашу-ызасын туғызды. 17-18 желтоқсан күндері Алматы қаласында қазақ жастары бейбіт түрде алаңға шықты. Олар әділетсіз шешімге қарсы болды. Өз елін басқаратын басшы қазақ болуын қалады. Еркіндік пен ұлттық намысты қорғады. Бейбіт шеру күшпен басып жаншылды. Көптеген жастар соққыға ұшырады, қамауға алынды, оқудан, жұмыстан шығарылды. Кейін бұл оқиға Қазақстанның тәуелсіздікке ұмтылысының бастауы ретінде бағаланды. Сақтар, кіріптарлық құлдықта өмір сүргеніміз жетер. Біз еліміздің тәуелсіздігін жеңіп алған кезде ғана азат бола аламыз. Алаңға мен Қонаевты да, басқаны да қорғауға емес, қазақ қыздарын шашынан сүйреп ұрып жатыр деген соң бардым. Біздің елде әділдік жоқ. Бәріне кінәлі мен. Қоғанға үгіттеп мен апардым. Оларды оқу орнынан қумандар. Шеруді де мен ұйымдастырдым. Неге сонша шулысың? Елдің басына неге осыда келіп қойды? Орыстарын жек көресің бе? Қазақстанда бірінші орында қазақ тұру керек. Дұрыс, бірақ өзің ойлашы. Біздерде Украина, неміс те, орыс та, югослав та бар. Бәрінің басында қазақ тұру керек, қазақ! Сенімен сөйлесу қиын, сен мені естімейсің, өзіңді ғана естіп тұрсың. Жоқ, мына сіз мені тыңдап айтырсыз. Неге онда Грузияда грузин, Түркменияда түркмен, Өзбекстанда рашидов. Тырналған тамыр, шайқалған көп қой шаңырақ, қылданған қаның айқайлай кетті жамырап, қанжылап кетті зиялы жұртың мыңдаған, ұрланған жанның шырылдап жатты қаңырап. Төл құжатымыз тәуелсіздік ел ғой сондағы, қайрат пен ләззат тәуелсіздіктің қорғаны, табан мен сезген желтоқсан желі суығын. Ел үшін олар жаурамады да тонбады. Қақаған қыстың аясын сіз де ұғарсыз, ызғарын емес, самалын көрген шығарсыз. Қаншама батыр, ұландарының арқасы, бүгінгі күні желтоқсан желі